Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік білім беру жүйесі діннен бөлінген және рухани білім беру ұйымдарын қоспағанда зайырлы сипатта. Бұл Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде бекітілген. Міндетті мектеп формасы біреудің зайырлы сипатына болуы керек. Мектеп формасына конфессиялардың киімдерін жол берілмейді. Травматикалық аксессуарларды киюді болдырмау. Зайырлы, дәстүрлі, ұлттық немесе діни киім үлгісінің элементі ретінде орамал тағуға болмайды. Ата-аналар және өзге де олардың заңды өкілдері оқушылардың орта білім беру ұйымында белгіленген мектеп формасын киюін қамтамасыз етеді. Аталған нормаларды бұзу Қазақстан Республикасы кодексінің әкімшілік құқық бұзушылық туралы 409 бабына сәйкес ескерту жасауға немесе 5 АЕК мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.